Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қызылорда қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пән мұғалімі Қайнарбаев Ербол Еділбайұлы. Бүгін мен сіздерге 12 сынып бойынша бәсекелес және бәсекелес емес еңбек салыстыру тақырыбы бойынша сабақ өткелі отырмын. Бірінші сабағымыз бастамас бұрын экранға назар аударсақ, экранда бізде екі түрлі сурет бейнеленген. Яғни үйдің құрылысының суреті бейнеленген және молекулалардың құрылысының суреті бейнеленген. Қалай ойлайсыздар, осы екі суреттің арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Яғни үйдің құрылысы және молекулалардың арасындағы. Мүмкін өмірде, қызметінде, мүмкін тіршілік әрекетінде қандай байланыс болуы мүмкін? Ал оқушылар, егер осы екеуінің айырмашылығын қарайтын болсақ, әр құрылыс материалының өзінің белгілі бір қызмет атқаруымен ерекшеленеді. Яғни үйдің төбесін арнайы жабатын материалдар, белгілі бір ғана қызметті атқаруға бейімделген. Үйдің есігі белгілі бір қызметті, терезесі белгілі бір қызметті атқаруға. Яғни осы үйді құрастыруға жұмсалатын материалдар белгілі бір қызметті атқаруға бейімделген, белгілі бір қызметті атқарады. Біздің осы жерде бейнеленген, яғни ферменттеріміз қызметі де белгілі бір заттарды, яғни ыдыратуға, белгілі бір заттарды қызметін арттыруға әсер етеді. Сол себептен де біз екеуінің негізгі қызметі байланыстырып қарастырдық. Енді жалпы біз тақырыпты бастамас бұрын ферменттердің химиялық құрылысы бойынша ерекшеліктеріне тоқталып өтейік. Ферменттер жалпы протеин және протеид болып келеді. Біз жақсырақ білеміз, ферменттер табиғаты жағынан нәрөздарға жататыны. Протеидтердің өзін біз нәрөзді бөлігі және нәрөзді емес бөлігі деп қарастырамыз. Кейде біз апоферменттер, коферменттер деп те атап жүрміз. Жақсы, енді біз білеміз, ферменттердің жалпы жұмыс істеу принципіне тоқталып өтейік. Жалпы біз өткен сыныптарда да осы Мишердің кілт құлып механизмін қарастырып өткен болатынбыз. Яғни фермент, субстрат кешені, фермент және өнімнің түзілуі. Яғни біздегі фермент пен субстраттың бірге отырып, кешен түзе отырып, және өнімнің бөлініп шығатындығына біз мысал келтіре алатынбыз. Енді біз бүгінгі сабағымызды әрі қарай байланыстырсақ, суретке назар аударайық. Суретте бізде әртүрлі қарым-қатынастың түрлері бейнеленген. Қарап отырсақ, бірдей түрге жататындар, бірдей түрге жататындар және бір түрге жатпайтындар, әр түрге жататындардың арасындағы қарым-қатынастар. Біз білеміз, қарым-қатынастың көптеген түрлері бар екенін. Түр ішілік, түр аралық қарым-қатынастың түрлері бар. Және біз білеміз, олардың ішінде бәсекелеспейтіндер де бар ішінде. Яғни біз бүгінгі сабағымызда осы суреттерге қарап отырып, өзіміздің бүгінгі тақырыбымызды ашсақ. Біз жалпы суретке қарап отырсақ, бәсекелестік және бәсекелес емес, нейтрализм деп атасақ болады. Бір-бірімен бәсекелестік жоқ. Бірақ өмірде бір-бірімен байланыспайтын ағзалар жоқ деп айту өте аз. Сол себептен табиғатта барлығы бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Сонымен бүгінгі біздің негізгі сабағымыз осы қарым-қатынастарға байланысты болады. Енді осы қарым-қатынастарға тоқталып өтсек, ағзалардың бір-бірімен сыртқы ортаның ортақ ресурстар үшін бәсекеге түседі, яғни бәсекелес болады. Ағзалар қорек, ареал, жарық үшін бәсекеге түсуі, бәсекелестік түр арасы және түр ішінде жүруі мүмкін. Сол себептен бәсекелестіктің жалпы бөліп қарастырады екенбіз. Бәсекелестік те болады, бәсекелестік емес те бөліп айтуымызға болады екен. Енді тағы да құрметті оқушылар, экранға назар аударайық. Катализатор және ингибитор ұғымдары нені білдіреді? Қалай ойлайсыздар? Және сол ұғымдардың мына суреттермен қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Яғни ғарыш кемесінің ұшуы, таудан аққан су, мына жерде үлкен тастардың бейнеленуі, бұл қандай кедергі болуы мүмкін және қандай катализатор болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Яғни катализатор
жалпы реакцияға қатыспай реакцияның жылдамдығын арттырады. Біздің мына жерде қарасақ, біздің яғни реакцияның жылдамдығы не істеп жатыр? Яғни арттырып, жылдам ұшуына әсер етіп жатыр. Мында тастан, таудан аққан судың ағысын кедергі жасап жатыр біздің тастарымыз. Яғни бізде катализатор және ингибитор ұғымдарына байланыстырып айтуымызға болады. Біз сонда бүгінгі қысқаша түйіндейтін болсақ, катализатор, ингибитор, бәсекелес емес ұғымдарды жалпы қысқаша танысып өттік. Енді біз осы ингибитор дегеніміз ферментативті реакциялардың өту жылдамдығын тежейді. Катализатор химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын зат екенін, агент екенін біз осы алдыңғы сабақтардан білетінбіз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі. Біздің негізгі тақырыбымыз. Және біздің сабағымыздың мақсаты ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуін салыстыру. Біздің негізгі осы бүгінгі сабақтағы мақсатымыз болып саналады. Сонымен біз бүгінгі пәнге қатысты лексика мен терминологияға қысқаша тоқталып өтсек, қазақша фермент, бәсекелес ингибирлену, бәсекелес емес ингибирлену, қайтымды, қайтымсыз, ферменттің ингибирленуі, субстрат, белсенді орталық. Енді орысша терминологияға тоқталып өтсек, фермент, конкурентное ингибирование, неконкурентное ингибирование, обративный, необратимый, ингибирование ферментов, субстрат, активный центр. Ағылшынша сөздікке келетін болсақ, enzyme, competitive innovation, non-competitive innovation, reversible, irreversible, enzyme innovation, substratum, active site. Біздің осы бүгінгі сабағымызға қатысты негізгі лексикалық және терминологияға тоқталып өттік. Енді біз ары қарай өзіміздің сабағымызға көшетін болсақ, жалпы ингибирлену дегеніміз не? Қалай ойлаймыз? Ингибирлену деп отырғанымыздың маңыздылығы неде? Жалпы біз ферменттердің ингибирлену деп бүгінгі, яғни қысқаша тақырыпшамен бастап отырмыз. Ингибирленудің өзін біз бөліп жатырмыз. Бәсекелес ингибирлену, бәсекелес емес ингибирлену. Және бәсекелес емес ингибирленудің өзін қайтымды және қайтымсыз деп бөліп қарастырамыз. Жалпы ингибирлену дегеніміз не? Қалай ойлаймыз? Жауабы, жалпы ингибирлену деп отырғанымыз ферментативті реакцияның жылдамдығын төмендететін әртүрлі төменгі молекулалы байланыстарды ферменттердің ингибирлену деп аталады. Жалпы ингибирлену, тоқталып өтсек, жалпы ингибирлену бұл біздегі барлық дәрілік препараттардың қолданылу механизмін түсіндіруге көптеп бір көмек болып табылады. Сол себептен ингибирленудің маңыздылығын біз үшін өте жоғары деп айтуымызға болады. Енді осы біздің ферменттердің бәсекелес ингибирлену, бәсекелес емес ингибирлену нәтижесінде ең алғаш ферменттің белсенді орталығының қалай түзілетіндігін, оның қызметі қандай екенін біз танысып өтейік. Жалпы фермент молекуласының полипептидтік тізбегі құрамындағы белсенді орталық белгілі амин қышқылдарының жинақталған түрлері. Атап өтетін болсақ, серин, тиразин, гистидин, триптофан, аргинин, аспарагин, глутамин қышқылдарынан тұрады. Ферменттің белсенді орталығы негізінен субстраттық және катализдік деп аталатын аймақтардан тұрады. Яғни біздің негізгі осы ферменттің белсенді орталығының маңыздылығын тоқталып өттік. Әрі қарай жүретін болсақ, ферменттердің әсер ету механизміне тоқталайық. Ферменттер жалпы 4 сатысын толық қарастырып өтсек, бірінші сатысында фермент пен субстрат әлсіз байланыстармен, яғни иондық, гидрофобтық, сутектік байланыстар арқылы байланысады. Ал екінші сатысында фермент субстрат кешенінің түзілуі көрсетілген. Ал үшінші сатысында субстрат пішінінің өзгеруі және тұрақсыз фермент өнім кешенінің түзілуі. Яғни бұл жерде біздің ферменттің, яғни өнімнің деформация нәтижесі көрініп тұр, яғни өнімнің бастапқы құрылымының бұзылуы. Төртінші суретке назар аударатын болсақ, яғни фермент өнім кешенінің ыдырауы, ферменттің белсенді орталығының өнімнің бөлініп шығуы, ферменттің
босауы көрсетілген. Жалпы бізде осы процесс толық ақпарат болып есептеледі. Енді жалпы бәсекелес ингибирлену бүгінгі біздің тақырыбымыздың бірден бір негізгі бөлімі болып есептеледі. Бәсекелес ингибирлену және бәсекелес емес ингибирлену. Сонымен қатар біздің мақсатымыз бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленулерді салыстыру болып табылады. Енді бізде сұрақ, қалай ойлайсыздар, неліктен бәсекелес ингибирлену деп аталған деген сұрақ туындайтын болса, біз соны ашып қарасақ. Біздің өзіміз айтып өттік, ферменттің белсенді орталығы белгілі амин қышқылдардан тұратындығын, олардың субстраттық және катализдік деп аймақтардан тұратындығын алдыңғы слайдтардан қарап өткен болатынбыз. Енді бәсекелес ингибирлену деп аталатын себебі субстрат және бәсекелес ингибитор ферменттің белсенді орталығы үшін бәсекеге түседі. Нәтижесінде бізде осы бәсекелес ингибирлену деген ұғым пайда болады. Бәсекелес ингибитор өзінің құрылымы бойынша субстратқа ұқсайды. Ол сондықтан да ферментті алдай алады. Оның активті орталығымен байланыс жасайды да ферменттің әсерін шектеп тастайды. Ингибитор және субстрат ферменттің белсенді орталық үшін бәсекеге түседі. Егер субстрат концентрациясы артатын болса, реакцияның да жылдамдығы артатын болады. Енді қарап отырсақ, бізде егер фермент пен ингибитор қосылған жағдайда фермент ингибирленген және фермент субстрат кешенінің түзілетінін көріп отырмыз. Енді осы бәсекелес ингибирленуге байланысты қысқаша бейнебаян көрсек. During the normal enzyme catalytic cycle, the substrate encounters an enzyme with a specific active site to which it binds, forming an enzyme-substrate complex. The enzyme then facilitates the breakdown of the substrate to its products, which part from the enzyme, leaving the active site free to catalyze another substrate as the cycle begins again. Competitive inhibition occurs when an enzyme encounters a blocker, which mimics the properties of the substrate and binds to the enzyme's active site. Thus, when the substrate is encountered, the active site is not available for attachment and no reaction will occur. Ингибирленудің маңызына тоқталып өттік. Ары қарай ферментативті реакцияның кинетикасы, яғни бәсекелес ингибирлену процесі Михайлис-Ментон үлгісімен тікелей байланысты. Біз жаңа айтып өттік, субстраттың концентрациясы неғұрлым арттыратын болса, реакция жылдамдығы да соғұрлым артады. Бірақ реакция жылдамдығы артқан күннің өзінде максималды жылдамдықтың шегінен асып кете алмайтындығын атап өткеніміз жөн. Енді бәсекелес ингибирленуге мысал келтірейік. Фермент сукцинат дегидрогеназа, субстрат янтар қышқылы. Егер де субстрат пен фермент қосылу нәтижесінде бізде өнім шықты, фумар қышқыл деген өнім шықты. Егер де қарап отырсақ, біз осы бәсекелес ингибиторға малон қышқылын қолданатын болсақ, егер фермент сукцинат дегидрогеназа деген ферментіміз бәсекелес ингибитор малон қышқылымен кешен түзетін болса, бізде өнім шықпайтын. Сол себептен де бізде субстрат пен ферменттің арасындағы байланыс нәтижесінде бізде фумар қышқыл деген өнімнің шыққандығы. Жалпы осы бәсекелес ингибирленудің маңыздылығы өте жоғары. Себебі ең алғаш соғыс жылдары кезінде осы біздің бәсекелес ингибирлену өнім ретінде фумар қышқылын, сульфаниламидті көптеп қолданған. Нәтижесінде бізде адам ағзасына ешқандай зиян келтірмей, тек бактерияларды зақымдап, оларды толық ағзадан жоюға үлкен маңызды рөл атқарған. Сол себептен де ең алғашқы өнімдердің бірі болып есептеледі. Енді жалпы бәсекелес ингибирленуді қайтымды бәсекелес ингибирлену деп айтамыз. Енді қарап отырсақ, фермент, субстрат кешені, фермент және өнімнің түзілуі. Ал екінші кезеңге қарайтын болсақ, фермент пен ингибитор және фермент ингибитор кешенінің түзілуі. Бірақ бұл кешен қарап отырсақ, белсенді емес. Өйткені ингибитор ферменттің белсенділігін тежеп қойды. Сол себептен бұл процесті біз ферменттің, яғни ингибирлену деп атауымызға болады. Енді жалпы қайтымды бәсекелес ингибирлену неге қайтымды деп аталады? Себебі ингибитор ферменттің әлсіз байланыс арқылы байланысады, ферменттің белсенділігін қайта қалыптастырып отырады. Енді қарай, фермент пен ингибитор байланысқан күннің өзінде, яғни реагенттер, химиялық заттар міндетті түрде ингибиторды жойып,
ферментті қайтадан қалыптастырып, яғни қалпына келтіріп отырады. Яғни қайтымды және қайтымды бәсекелес ингибирлену деп аталатын себебі осында. Жалпы қайтымды бәсекелес ингибирленуге фолий қышқылын, парааминобензой қышқылы, сульфаниламидті қарастырсақ болады. Жаңа өзіміз атап өткендей, сульфаниламидтің алғаш ең соғыс жылдарында емдік мақсатта қолданылғандығын, олар адам ағзасындағы маңыздылығын атап өттік. Енді қарап отырайық. Сульфаниламид және парааминобензой қышқылы екеуінің де жалпы құрылымы бойынша ұқсастығы. Нәтижесінде егер де парааминобензой қышқылы орналасатын болса, бізде фолий қышқылында бізде бұл өнімнің қызметі төмендеп кетуі ғажап емес. Сол себептен де біз сульфаниламидтің маңыздылығын толық қарастыра аламыз. Енді ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі бағалауы, яғни оқушылар бәсекелес ингибирлену тұрғысынан берілген сөйлемдерге бос орындарға тиісті сөздермен толықтырады. Берілген суреттен бәсекелес ингибирленуге тән бөліктердің атауларын жазады. Бәсекелес ингибирленудің қасиеттерін толық сипаттайтын болады. Енді егер оқушы оқу мақсатына жетті, оқушылар кем дегенде осы тапсырманың 80%-ын 5 минуттың ішінде бәсекелес ингибирленуге берілген 3 тапсырманың екеуін дұрыс орындай алғанда ғана оқу мақсатына жетеді. Олай болса, біз келесі оқу мақсатына сәйкес тапсырма орындайтын болсақ, енді біздің бірінші тапсырмамыз бәсекелес ингибитор өзінің құрылымы бойынша ұқсайды. Қалай ойлайсыздар? Ингибитор және субстрат ферменттің бәсекеге түседі. Біз бұның барлығын жаңа айтып өттік. Егер субстрат концентрациясы артатын болса, реакция жылдамдығы да болады. Ферментативті реакцияның жылдамдығын әртүрлі молекул байланыстарды ферменттердің деп аталады. Фермент молекуласының құрамындағы белсенді орталық белгілі жинақталған түрлері. Яғни біз осы қалып кеткен сөйлемдерді біз өзіміз қазір толықтырып шығуымыз керек. Олай болса, қазір өзіміз осы тапсырманы орындап көрсек. Егер орындап болсақ, өзіміздің тапсырмамызды тексеріп көрейік. Бәсекелес ингибитор өзінің құрылымы бойынша субстратқа ұқсайды. Ингибитор және субстрат ферменттің белсенді орталығы үшін бәсекеге түседі. Егер субстрат концентрациясы артатын болса, реакция жылдамдығы да артады. Біз бұны қарастырған болатынбыз. Ферментативті реакцияның жылдамдығын төмендететін әртүрлі төменгі молекул байланыстарды ферменттердің ингибирленуі деп аталады. Фермент молекуласының құрамындағы белсенді орталық белгілі амин қышқылдардың жинақталған түрлері. Яғни біз тапсырмамыз өздеріңізбен сәйкес келсе түртіп аламыз. Егер айырмашылықтар болса, қосымша жазып отырайық. Келесі тапсырма бізде суретте бәсекелес ингибирлену көрсетілген әріптермен бейнеленген бөліктердің атауларын жазып шығамыз. Қазір олай болса, өзіміз жазып шығайық. Біз бұны жақсылап айтып өткен болатынбыз. Егер жазып болсаңыздар, дұрыс жауабымен салыстырып көрсек. Дұрыс айтасыздар, яғни А дегеніміз ол субстрат, Б деп отырғанымыз ол ингибитор, С деп отырғанымыз ол біздің кәдімгі жаңа айтып өткен ферментіміз. Өте жақсы. Келесі. Ферменттердің бәсекелес ингибирленуінің қандай қасиеттері тән? Қалай ойлайсыздар? Яғни ферменттердің бәсекелес ингибирленуі деген кезде біз не айта аламыз? Қандай қасиеттер тән деп ойлайсыздар? Ойланып көрсек. Жақсы. Енді салыстырып көрейік. Бәсекелес ингибитор өзінің құрылымы бойынша субстратқа ұқсайды. Белсенді орталықпен байланысады. Бәсекелес ингибирленуде субстрат концентрациясы артқанда реакция жылдамдығы артады. Енді бәсекелес емес ингибиторларға тоқталып өтсек. Неліктен бәсекелес емес деп аталды? Қалай ойлайсыздар? Бәсекелес емес. Біздің жаңағы айтып өткеніміз бәсекелес ингибирлену болды. Ал мұнда біз енді бәсекелес емес ингибирлену туралы айтайын деп жатырмыз. Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде біздің бәсекелес емес ингибитордың құрылымы субстраттан бөлек және ферменттің субстрат байланысатын белсенді орталығымен байланыспайды.
керісінше басқа маңызды бөлігімен мысалы гидросульфид тобымен байланысады. Яғни ферменттің қарап отырсақ, белгілі бір, егер біздің субстратымыз белсенді орталықтың белгілі бір бөлігімен байланысатын болса, ал ингибитор тура сол белсенді орталық үшін бәсекеге түспейді, басқа бір қажетті бөлігімен байланысып отырады. Бұл біздің жалпы субстрат пен ферменттің жалпы белсенді орталық үшін бәсекеге түспейтіндігіне назар аударып жатырмыз. Енді ары қарай келесі бейнебаянға қарайтын болсақ, Non-competitive enzyme inhibition involves the binding of a blocker to the enzyme away from the active site. This binding causes a conformational change in the enzyme, altering the shape of the active site, which prevents the substrate from binding. No reaction will occur as long as the non-competitive blocker is bound to the enzyme. жақсы. Енді жалпы бәсекелес емес ингибирленудің қандай болатындығын, олардың қызметі қандай екенін, яғни қысқаша сіздерге ақпарат берілді. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бәсекелес емес ингибиторлар Михайлис константасына әсер етпейді, бірақ реакция жылдамдығын төмендетеді. Субстрат концентрациясының артуы реакция жылдамдығына әсер етпейді. Біз жаңа айтып өттік, естеріңізде болса, егер бәсекелес ингибирлену кезінде субстраттың концентрациясын арттыратын болсақ, реакция жылдамдығы да артқан болады. Ал енді бәсекелес емес ингибирлену кезінде субстраттың концентрациясын арттырған күннің өзіне реакция жылдамдығының артпайтындығын біз аңғардық. Енді ары қарай жалғастырып өтейік. Қарап отырсақ, фермент субстрат байланысатын және ингибитордың байланысатын аймақтары. Нәтижесінде фермент субстрат, фермент ингибитор кешені түзілуі нәтижесінде өнімнің шығатыны сіздерге толық мысал бере алады. Енді осы мысалды ары қарай арнайы анимациялық тапсырма арқылы қарап өтетін болсақ, almost all therapeutic drugs are enzyme inhibitors. From old medicine, non-competitive inhibition is a special case of mixed inhibition where the affinity of inhibitor for E and ES is the same. Яғни қарап отырсақ, өздеріңізде жақсы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Яғни ферменттің белгілі бір бөлігімен субстрат, белгілі бір бөлігімен біздің ингибиторымыз байланысады. Нәтижесінде ферменттің белсенді орталығы үшін ешқандай бәсекелестік болып жатқан жоқ. Сол себептен біз мұны бәсекелес емес ингибирлену деп атайды екенбіз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, яғни қайтымсыз бәсекелес емес ингибиторлар. Біз сонымен қатар бәсекелес емес ингибирленуді жаңа айтып өттік, қайтымды және қайтымсыз деп екіге бөлетіндігіміз. Енді неліктен қайтымсыз деп аталады? Қалай ойлайсыздар? Біз бұны химия курсынан да қарастырып жатырмыз, биология курсынан да қарастырып жатырмыз. Қарап отырсақ, қайтымсыз деп отырған себебіміз ингибитор ферментпен берік ковалентті байланыс арқылы байланысып, фермент белсенділігін толық жоғалтады. Нәтижесінде бізде бұл белсенділігі төмендеп кетеді. Енді осы қайтымды және қайтымсыз бәсекелес емес ингибиторлар туралы қысқаша анимациялық тапсырма, яғни қарап өтсек. Almost all therapeutic drugs are enzyme inhibitors. From old medicine box standards, there are two main classes of enzyme inhibitors, reversible and irreversible, that are differentiated by their magnitude of their affinity for enzyme. Reversible enzyme inhibitors bind and dissociate with their enzyme in an equilibrium process. Irreversible inhibitors bind tightly to an enzyme to form an essentially permanent complex. Жақсы. Яғни көріп отырғандарыңыздай қайтымды және қайтымсыз бәсекелес ингибирлену. Неліктен қайтымды деп аталатындығын, неліктен қайтымсыз деп аталатындығын сіздер жақсылап түсіндіңіздер деген ойдамын. Ары қарай жалғастыратын болсақ, қайтымсыз бәсекелес емес ингибиторлар жалпы ауыр металдар әсер еткен кезде. Ауыр металл иондарының концентрациясы өте төмен және белгілі йодты қосылыстар кей ферменттердің белсенділігін толық тежейді. Сульфогидрилді топпен қайтымсыз байланысады. Кез келген жағдайда фермент құрылымы бұзылып, белсендіргіш қабілетінен айырылады. Енді қарап отырсақ, бізде сынап катионы берілген. Егер ауыр металдармен байланысқан кезде неліктен қайтымсыз болады деген бізде ой туады. Себебі ферменттің белсенді орталығын, ауыр металл иондары ферменттің белсенді орталығының қызметін бұзады.
яғни ферменттің белсенді орталығының құрылымы бұзылған сәтте бізде қайтымсыз байланысу арқылы қалпына келмейді. Сол себептен біз бұны қайтымсыз бәсекелес емес ингибиторлар деп атауымызға толық негіз бар. Енді келесі мысалға қарайтын болсақ, ацетилхолин эстераза ферментінің қайтымсыз тежелу механизмі көрсетілген. Енді белсенді орталық ацетилхолин эстераза ферментпен диизопропил фторфосфатпен байланысы және серин ферментінің қатысында жалпы ацетилхолин эстераза ферменті ацетилхолин қызметін белсендірмейді. Егер ацетилхолин эстераза ферменті тежелетін болса, ацетилхолин мөлшері артып, бұлшықеттер ұзақ уақыт босаңсымайды. Нәтижесінде сал болу немесе өлімге ұшырауы мүмкін. Енді өздеріңіз жақсырақ білесіздер, ацетилхолиннің қызметі жалпы бір синапстан екінші қосуды не істеп отыру, тасымалдап жеткізіп отыру. Егер қосуды бір бөлімнен екінші бөлімге берген сәтте, егер ацетилхолиннің қызметін ацетилхолин эстераза тежемейтін болса, бұлшықеттер үнемі жылдам жұмыс істеу нәтижесінде олар белгілі бір уақытта шаршайды. Нәтижесінде қажиды. Нәтижесінде кейін сал болуы мүмкін, тіпті өлімге ұшырауы мүмкін. Сол себептен де біз ацетилхолин эстераза ферментінің жалпы маңыздылығына тоқталып өттік. Енді осы бөлім бойынша қысқаша тапсырма орындайтын болсақ, жалпы біздің негізгі мақсатымыз ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуін салыстыру. Ингибиторларды салыстыруды кестеде шығарма немесе есеп түрінде жасауын оқушылардың өздері таңдауына мүмкіндігін беріңіз. Оларға ингибиторлардың пішіні, байланыстырғыш аймақ, олар энзимдер басқаратын реакция жылдамдығын қалай тежейтіні, және субстрат немесе ингибитор концентрациясының өзгеруі әсерін, идеяларға қосылуға керектігін түсіндіріңіз. Салыстыруды орындау кезінде оқушыларда ақпарат көзін пайдалана алу мүмкіндігі болу керек. Сонымен қатар, олар өз зерттеулерінен ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирлену туралы мысал келтірулері керек. Ингибирлену ұғымдары мен олардың сипаттамалар арасындағы сәйкестікті табу керек. Егер де бүгінгі оқушы оқу мақсатына жетті, егер де сыныпта оқушылардың кем дегенде 80%-ы 5 минуттың ішінде берілген екі тапсырманың біріншісінің 6-ын сәйкестендіріп және екінші тапсырманың 3-ін дұрыс сипаттай алған уақытта. Енді біз келесі тапсырмамызға көшсек, яғни біз өзіміздің қандай жағдайда оқу мақсатына жететінімізді анық біліп алдық. Тапсырманы орындап көрейік. Екінші тапсырмамызға көңіл аударсақ, ұғымдар мен олардың сипаттамалар арасындағы сәйкестікті табыңыз. Бәсекелес ингибирлену, ингибитордың белсенді орталықпен байланыс түзбеуі, ферменттің ингибирленуі, субстрат пен ферменттің белсенді орталық үшін бәсекелесуі, белсенді орталық ингибитор ферментпен берік ковалентті байланыс арқылы байланысуы, бәсекелес емес ингибирлену, фермент және субстратты байланыстырушы, ингибитор ферментативті реакцияның жылдамдығын төмендететін әртүрлі төменгі молекулалы байланыстар. Қайтымды ингибитор ферментпен әлсіз байланыс арқылы байланысады. Қайтымсыз реакция жылдамдығының тежелуі жүреді. Енді осы ұғымдар мен сипаттамалар арасында байланыстарды өзіміз қарастырып көрейік. Қалай ойлайсыздар, осы аралығында қайсысынікі бір-біріне сәйкес келуі мүмкін? Енді өзіміз орындап көрсек. Егер орындап болсақ, өзіміздің жауаптарымызды салыстырып көрейік. Бәсекелес ингибирлену. Субстрат пен ингибитордың белсенді орталық үшін бәсекелесуі. Дұрыс, әрине, өте жақсы. Ферменттің ингибирленуі ферментативті реакцияның жылдамдығын төмендететін әртүрлі төменгі молекулалы байланыстар. Белсенді орталық. Фермент және субстратты байланыстырушы. Бәсекелес емес ингибирлену. Ингибитордың белсенді орталықпен байланыс түзбей, басқа молекулалармен байланысуы. Ингибитор реакцияның жылдамдығын тежелуі. Оны қарастырып өттік барлығында. Қайтымды ингибитордың ферментпен әлсіз байланыс арқылы байланысуы. Өзіміз қарастырып өткендей, оны химиялық реагенттердің көмегімен жаңа ингибиторларды жойы ферменттің белсенділігін қайтадан қалыптастырып отырады. Қайтымсыз ингибитор ферментпен берік ковалентті байланыс арқылы байланысу. Нәтижесінде бұл процесс қайтымсыз болып табылатын.
Өте жақсы. Енді біз келесі тапсырманы топтық тапсырма күйінде ұйымдастырсақ, енді келесі бейнебаянға көңіл аударсақ. Мен сіздерге бәсекелес ингибирлену механизмін түсіндіретін болса, мына жерде біздің ферментіміз, субстратымыз және ингибиторымыз. Ферменттің активті орталығы болады. Және осы үшін субстрат және ингибиторымыз өзара бәсекеге түседі. Егер мына жерде субстрат және ингибитор ферментіміз байланысатын болса, ферментті субстраттық комплекс түзіледі де, ал мына субстратты сахароза деп қарастырсақ, сахарозамыз глюкозаны және фруктозаға ыдырайды. Қазір ыдырап, осындай бір жаңа өнім пайда болады. Ал егер мына ферментімізге ингибиторымыз келіп жалғанатын болса, өзара байланысатын болса, бұл жерде ферментті ингибиторлық комплекс түзіледі. Реакция жүрмейді және бұл реакцияның жылдамдығын баяулатады. Себебі бұл жердегі активті орталықта катализ дейтін аймаққа ингибиторымыз келіп жалғанбайды. Осы механизмді бәсекелесте ингибирлену деп атаймыз. Мен бәсекелес емес ингибирлену механизмін түсіндіріп өтетін болсам, алдымен біз мынаны фермент ретінде, мынаны субстрат, ал мынаны ингибитор деп қарастырайық. Ал ферменттің мына бөлігін белсенді аймақ деп аламыз. Ферменттің белсенді аймағымен субстрат байланысқа түседі. Бірақ белсенді аймақта субстрат пен ингибитор бәсекелеспейді. Себебі ингибитор ферменттің өзге бір маңызды бөлігімен байланысқа түседі. Және де сондықтан да субстраттың концентрациясын қанша арттырсақ та реакция жылдамдығына ешқандай әсер етпейді. Сонымен қатар фермент пен ингибитор бір ковалентті байланысқа түсіп, ферменттік қасиетін жоғалтады. Бұны қайтымсыз бәсекелес емес ингибирлену механизмі деп атаймыз. Оған мысал гидросульфиттер мен металл иондары бола алады. Өте жақсы. Біз енді топта бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуді салыстырып өтсек, енді бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленудің қандай айырмашылықтары бар? Яғни, осы жеке жұмысқа назар аударсақ. Сіздерге екі топ өкілдері бәсекелес және бәсекелес емес ингибирлену механизмі туралы толық ақпарат беріп өтті және түсіндірілді. Ал мен сол барлық ақпараттарға анализ жасап, салыстырулар жүргіздім. Ең алдымен бәсекелес ингибирлену механизмі туралы тоқталып өтсем. Бұл ингибитор және субстраттың белсенді орталығы үшін бәсекеге түседі. Ал бірақ бәсекелес емес ингибирлену механизмда бәсекелес емес ингибиторлардың құрылымы субстраттан бөлек және ферменттің субстрат байланысатын белсенді орталығымен байланыспайды, немесе бәсекеге түспейді. Және екіншіден, егер субстрат концентрациясы артатын болса, реакция жылдамдығы өсетін болады. Бұл бәсекелес ингибирлену механизмде жүретін процесс. Ал бәсекелес емес ингибирлену механизмде субстраттың өзгерісі бәсекелес емес ингибирленуде реакция жылдамдығына әсер етпейді. Яғни бұл тәуелсіз деген тұжырымға келе аламыз. Үшінші, бәсекелес ингибирлену механизмде максималды жылдамдық өзгермейді. Ал бірақ бәсекелес емес ингибирлену механизмде ингибитор максималды жылдамдықты төмендетеді. Сонымен қатар бұл реакция типтері бойынша да ерекшеліктер тән. Мысалға, бәсекелес ингибирлену механизміне қайтымды реакция тән болатын болса, бәсекелес емес ингибирлену механизміне қайтымды да қайтымсыз да реакция типтері тән. Және соңғы маңызды бөлігі пункті бұл Михайлс константасы туралы. Яғни бәсекелес ингибирлену механизмде Михайлс-Ментон константасы өзгереді. Ал бәсекелес емес ингибирлену механизмде бәсекелес емес ингибиторлар Михайлс константасына әсер етпейді, бірақ та реакция жылдамдығын төмендетеді. Жақсы. Топта біз жалпы бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленудің айырмашылығын, олардың ұқсастықтарын жалпы қарастырып өттік. Жалпы біз бүгінгі сабағымызда бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуді осы екінші тапсырмада жеке таныстырып өткен болады айырмашылықтарын. Бәсекелес емес ингибирленудің және бәсекелес ингибирленудің айырмашылықтарын толық ашып көрсетті деген ойдамын. Топта жұмыс көрсету нәтижесінде де екі бәсекелес ингибирленудің және бәсекелес емес ингибирленудің өзіне ғана тән қасиеттерін ашып көрсете алды деген сенімдемін. Сол себептен біз әрі қарай қарайтын болсақ,
Сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар? Субстраттың өзгерісі неліктен бәсекелес емес ингибирленуге әсер етпейді? Біз жаңа айтып өткен болатынбыз. Субстраттың өзгерісі, егер субстраттың концентрациясы артқан сайын реакция жылдамдығы артады деп бәсекелес ингибирленуге айтқан болатынбыз. Ал қалай ойлайсыздар? Субстраттың өзгерісі неліктен бәсекелес емес ингибирленуге әсер етпейді? Қалай ойлайсыздар? Ойланып көріңіздер. Ойланып болсаңыздар, өз пікірлеріңізбен салыстырып көрейік. Бәсекелес емес ингибирлену кезеңінде ингибитор ферменттің белсенді орталығы үшін бәсекелеспейді. Субстраттың мөлшерін арттырғанда ингибитор ферментпен тәуелсіз байланыспайды. Сол себептен де бізде осындай, яғни субстраттың мөлшерін арттырған күннің өзінде бізде реакция жылдамдығының артпайтындығына толық ақпарат берілді деген сенімдемін. Біз бүгінгі сабақта жалпы бәсекелес және бәсекелес емес ингибиторлар ұғымдарымен танысып өттік. Сонымен қатар бәсекелес және бәсекелес емес ингибиторлардың бір-бірімен айырмашылығын, ингибирленудің маңыздылығын, оның өндірісте, адам өміріндегі маңыздылығын жалпы бүгінгі сабақта ашып көрсеттік деген сенімдемін. Сіздерге бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.